мен Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы нөмір 41-ші мектеп-лицейінің 9-шы А сынып оқушысы Ергалиева Даяна боламын. Және де менің таңдаған бағытым бұл менің кәсібім, менің бизнесім, ал менің таңдаған салам бұл дұрыс тамақтануды жеткізу қызметім. Жалпы бұл саланы не үшін таңдадың деген сұрақ пайда болатын болса, бұл сала Қазақстанның тек ірі қалаларында енді дамып келе жатыр. Сондықтан да біздің қаламыздағы халық дұрыс тамақтану, дәмді әрі тойымды екеніне көз жеткізу үшін бұл саланы таңдаған болатынмын. Жалпы бұл кәсіптің мақсаты салауатты өмір салтын ұстана отырып, төреметерге бай және де дәмді әрі тойымды тағамды сатып алушыға ұсыну, және де асқазан, гипофиза, семіздік деген аурулардан алдын алу, және де біздің атымыздан психологиялық кеңес. Бұл кәсіптің біз 3 міндетін анықтаған болатынбыз. Соның бірінші міндеті сатып алушыға нәрозыға бай тағамды ұсына отырып организмді тазарту, тағамды ыстық күйінде тез уақытылы жеткізу, және де әрбір сатып алушыға кеңес ретінде өз өзін таңдауды үйрету. Келесі бұл бізде бизнес сипаттама. Жалпы бұл бизнес сипаттаманы біз 5 бөлікке бөлген болатынбыз. Оның бірінші бөлігі кәсіпті онлайн жүргізу. Келесі бұл біздің кәсібіміз адам денсаулығымен тығыз байланысты болғаннан кейін жүйелі ойнатылған рацион, және де уақыттың үнемделуі, сапалы өнім, және де біздің атымыздан әрбір сатып алушыға консультациялық қызмет. Келесі бұл бізде бизнес-стратегия. Бизнес-стратегияның алғашқы қадамы бұл Instagram парақшасы Good For You арқылы біздің бизнесімізді дамыту. Екінші қадам бұл әрбір сатып алушыға үлкен жауапкершілікпен қарап, жұмысшылардың функционалдық қызметі. 1 жылдың ішінде бюджеті ақталуы, және де 3 жылдан соң офлайн мекемеге айналу. Осылайша біз үлкен деңгейге жететін боламыз. Келесі бөлім бұл маркетинг саласы. Маркетинг саласын біз 4 қадамға бөлген болатынбыз. Оның бірінші қадамы SMM менеджермен жұмыс жасау. SMM менеджер арқылы біз өзіміздің Instagram парақшасында визуалды бейнені шығарып, барлық халықтың назарын өзімізге аудара аламыз. Екінші қадам бұл таргетолог маманның жұмысты атқару. Жұмыс нәтижесінде таргетинг жарнамасын жүргізе отырып, бизнеске клиенттерді жинау. Үшінші қадам бұл жарнама. Жарнамаларды біз ең алдымен өзіміздің жақындарымыздың арасында, және де қала блогерлеріне, үшіншіден барлық сауда орталықтарына өзіміздің кәсібіміздің баннерлерін жариялайтын боламыз. Төртінші қадам бұл акция. Мысалы, әрбір дүйсенбі сайын біз өзіміздің әрбір сатып алушыға сыйыр ретінде бір тарифті тегін беретін боламыз. Келесі бұл ең маңызды мәселелердің бірі қауіп-қатерді бағалау. Қауіп-қатерді бағалауды біз оң және теріс әсерін бағалаған болатынбыз. Оң әсерлерін айта кететін болсам, бұл Орал қаласындағы бәсекелестіктің аз болуы, және де екіншісі бұл халық арасындағы кәсіптің танымалдығы. Яғни әрбір адам өзінің дене бітімінің келбетті және де денсаулығының берік болғанын қалайды. Келесі бұл бізде қаржылық жоспар. Қаржылық жоспар ең алдымен бұл цехта жұмысты атқару. Ондағы бір айдағы шығын сомасы 100 000 теңгені құрайды. Біз осы цехта жұмыс атқарғаннан кейін коммуналдық қызметті төлеуге міндетті боламыз. Сондағы шығатын шығын сомасы бір айға бұл 40 000 теңгені құрайды. Біздің ас мәзіріміз 3 тарифтен тұрады. Бірінші тарифтің сатылым бағасы 3990 теңгені құрады, ал шығын сомасы 2190 теңгені құрса, ондағы біздің көретін пайдамыз бұл 1800 теңге. Осылайша біз бір күндік табыс көлемін санайтын болсақ, бір күнде біз 40.370 теңге пайда көретін боламыз. Енді 30 күндік табысты айта кететін болсақ,
biz 30 күнде 1 миллион 800 мың теңге көретін боламыз. Екінші бұл өндіріс барысының бірінші қадамы біз дайындаған ас әзірі арнайы пластмассалық ыдыстарға салынатын болады. Осы пластмассалық ыдыстарға салынған ас мәзірі арнайы крафттық қорапшаларға салынады. Үшіншіден, бұл біз әрбір сатып алушының тапсырысына өзіміздің логотипімізді, яғни код қою жапсырмасын жабыстыратын қолданатын боламыз. Осылайша біз бір тапсырысты курьерге тапсырамыз да, сатып алушы өзінің тапсырысын уақытылы алатын болады. Осылайша біздің бизнес жоспарымыз тамам. Бізбен болғаныңыз үшін рахмет.